beautiful. Бұл жай ойыншық емес. Түнде ол қозғалды. Айдана Hello Kitty'дің көздері қара болып кеткенін көргенде бәрі кешеді. Егер түнде терезеде Hello Kitty тұрса, артқа қарама. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Айдана 13-ке толған күні әжесі оған ерекше сыйлық берді. Бұл кішкентай жұмсақ Hello Kitty ойыншығы еді. Бірақ ол дүкендегідей жаңа емес, сәл ескі, түсі онып кеткен болатын. Бұл ойыншық маған да кішкентай кезімде берілген, деді әжесі баяу ғана. Бірақ оны түнде терезе алдына қойма. Неге? Деп күлді Айдана. Жай ғана қойма. Айдана бұған аса мән бермеді. Сол түні ол ойыншықты төсегінің қасына қойып ұйықтады. Түн ортасында Айдана бір түрлі дыбыстан оянды. Ол көзін ашып қараса, бөлме қараңғы, терезеден ай сәулесі түсіп тұр. Бәрі қалыпты сияқты. Бірақ Hello Kitty ойыншығы төсегінің қасында емес еді. Ол терезе алдында тұр. Айдананың жүрегі тарс-тұрс соға бастады. Мен оны ол жерге қойған жоқпын ғой. Ол тұрып, ойыншықты қайта орнына қойды. Ұйқылы ояу жүрген шығармын деп көзін жұбатты. Бірақ қайта жатып көзін жұмған кезде дәл құлағының түбінен әлсіз сыбыр естілді. Айдана селк етіп көзін ашты. Бөлмеде ешкім жоқ. Келесі күні мектептен келгенде Айдана бөлмесінің есігін ашқанда қатып қалды. Hello Kitty үстелде отыр, бірақ оның көздері қара еді. Әдетте оның көздері жылтыр, моншақтай болатын, ал қазір ол күңгірт, терең, ішіне тартып жіберетіндей қараңғы. Айдана ойыншықты қолына алды. Сол сәтте бөлме іші мұздап кеткендей болды. Ойыншықтың жүзі өзгермеген, бірақ оған қараған сайын Айдана өзін біреу бақылап тұрғандай сезінді. Сол кеште әжесіне барды. Әже, бұл ойыншық туралы тағы не білесіз? Әжесі үнсіз қалды. Кейбір ойыншықтар жай ғана ойыншық емес, деді ол ақырын. Кейде адамдардың қорқынышы оларға жабысып қалады. Түнде Айдана дәретханаға тұру үшін оянды. Қайтып келе жатып, дәліздегі айнаға көзі түсті. Айнадан өзін көрді, бірақ оның артында тағы бір кішкентай бейне тұрды. Hello Kitty. Ол тірі сияқты еді. Бас жағы сәл қисайған, көздері қап-қара. Айдана артына жалт қарады, ештеңе жоқ. Қайта айнаға қарағанда ойыншық жақындап қалған, дәл иығының тұсында. Айдана айқайлап жіберді де бөлмесіне жүгірді. Есікті тарс жапты. Төсегінде ойыншық тыныш қана жатыр. Бірақ оның басы бұрынғыдан сәл қисайып тұрғандай көрінді. Келесі күні таңертең Айдана үстелде жатқан қағазды көрді. Онда қызыл қаламмен жазылған бір ғана сөз бар. Қара. Айдана ештеңе түсінбеді. Сол күні мектепте сыныптасы Әлинұр оған интернеттен бір аңызды көрсетті. Қара көзді Hello Kitty туралы. Аңыз бойынша бір қыз осы ойыншықпен үнемі сөйлескен екен. Жалғыздықтан қорқатын. Бір күні ол ойыншыққа мені ешқашан жалғыз қалдырма депті. Содан кейін ойыншық оның көлеңкесіне айналып кеткен дейді. Айдананың бойын суық үрей басты. Сол сәтте телефонына хабарлама келді. Белгісіз нөмірден. Мен сені жалғыз қалдырмаймын. Сол түні жел қатты соқты. Терезе сықырлап тұрды. Айдана батылдық жинап
ойыншықты қолына алды. Сен кімсің? Деді сыбырлап. Бір сәтке ештеңе болмады. Сосын терезе өзінен өзі ашылып кетті. Перде желмен желбіреді. Ойыншықтың басы баяу бұрылды. Тіке Айданаға қарады. Оның қара көздерінің ішінде әлсіз жылтырау пайда болды. Сен қорқасың деген сыбыр естілді. Ал мен қорқынышпен қоректенемін. Айдана ойыншықты лақтырып жіберді. Бірақ ол жерге құлаған жоқ. Ауада ілініп тұрғандай болды да жайлап еденге қонды. Айдана әжесіне бәрін айтып берді. Әжесі күрсінді. Қорқыныштан қассаң, ол күшейеді, оған қарсы тұр. Сол түнде Айдана шамды жақпай, ойыншықты алдына қойып отырды. Жүрегі дүрсілдеп тұр. Мен сенен қорықпаймын, деді ол анық дауыспен. Бөлме салқындады. Қабырғада көлеңкелер қозғалды. Ойыншықтың көздері қараңғылана түсті. Сен жалғызсың, деді сыбыр. Жоқ, деді Айдана. Мен жалғыз емеспін. Бұл тек ойыншық. Осы сөздер айтылған сәтте бөлме іші тынышталып қалды. Терезе жабылды. Жел тоқтады. Ойыншық еденге құлап түсті. Енді оның көздері бұрынғыдай жылтыр моншақ еді. Бірнеше күн өтті. Бәрі қалыпты. Айдана ойыншықты қорапқа салып, шкафтың ең жоғарғы сөресіне қойды. Бір түнде ол қайта оянды. Бұл жолы ешқандай дыбыс жоқ. Бәрі тыныш. Тек қабырғада әлсіз көлеңке көрінді. Кішкентай, құлақтары бар көлеңке. Айдана баяу ғана басын бұрды. Шкаф есігі ашық, ал сөре бос. Сол сәтте дәл құлағының жанына сыбыр естілді. Мен тек қорқыныш емес, мен сенің ішіндемін. Айдана көзін жұмды. Ал бөлмеде қайтадан кішкентай, жұмсақ, ойыншық үнсіз ғана отыр еді. Бірақ бұл жолы оның көлеңкесі жоқ болатын. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.